Сәлем достар, менің атым Ильяс, сіздерді бүгін көргеніме өте қуаныштымын. Бұл видеоның тақырыбы өз бизнесіңізді, бірінші бизнесіңізді ақшасыз бастауға бола ма деген сұраққа жауап. Бұл видео мектеп жасындағы, немесе студент, немесе өте кедей отбасыда шыққан жағдайы жоқ қарапайым адамдарға бірінші бизнесін бастауға, бірінші тәжірибелерін алуға өте пайдалы. Әрине өз бизнесіңізді керемет ақшасыз бастауға болады. Ақшасыз бастасаңыз, бірақ керемет ақша табуға мүмкіндік жоқ. Бірақ 150 мың, 200 мың теңге табуға мүмкіндік бар. 100-200 мың теңге табатын болсаңыз, оны әрине әрі қарай бизнесқа салатын болсаңыз, ол бизнесін ұлғаяды. Ақшасыз бизнес бастаудан не керек? Оған біріншіден ниша керек. Яғни сіз не сатасыз? Соны нақтылап, анықтап алу керек. Және сіз сол салада жақсы маман болу керексіз. Яғни, былай айтқанда, иісін сезу керексіз. Ол туралы білу керексіз. Ол туралы баяғыдан айналысқан болу керексіз. Немесе сол нишаны жақсы көру керексіз дегендей. Екіншіден, сізде смартфон, телефон болу керек. Міндетті түрде, өйткені оны фотоға түсіру керек. Сосын ноутбук болу керек. Енді ноутбугыңыз мүлдем жоқ, жаңағыда кедей отбасыда немесе әке-шешеңіз алып бермеген болса, онда сотовый телефонмен де жарнама жасауға болады. Яғни сіз өз товарыңызды фотоға түсіресіз әдемілеп, сосын оның ақпарат, яғни не істейді, описаниясы дейді ғой, яғни оның не істей алады, оның қандай нелері бар, функциялары бар, соның бәрін аласыз, біліп аласыз, жазып аласыз. Сөйтіп жазып, текст қылып, ВКонтакте желісінде жарнама жасайсыз. Жарнама, тегін жарнама орталықтары бар, соларға салып, алғашқы ақшаларыңызды тапсаңыздар болады. Нақтырақ айтатын болсақ, ВКонтакте желісінде OLX деген, және де жарнама, хабарландыру деген сияқты топтар болады. 30 мың, 40 мың подписчиктері бар. Соларға жарнама жасап, бірінші ақшаларыңызды тапсаңыздар болады. Егер маған келетін болсақ, мен ең бірінші бизнесімді ақшасыз бастағам. Яғни мен мүлдем бизнеске ақша салмағам басында. Мен мысалы қазірдің өзінде ақша салатын болсам, мен өзінен шыққан, бизнестің өзінен шыққан ақшаны өзіне салам. Яғни былай айтқанда, мен ешқандай бизнесті ақшамен бастаған емеспін. Енді менің бизнесім айтатын керек болсақ, мен бесік бизнесімен айналысқанмын, яғни бесікті өзім жақсы көремін. Яғни патриотпін десем болады, кішігірім. Бесікті таратқым келді. Сосын ауылда жатқанда идея түсті, бесік сату деген. Сөйтіп бесікті Алматыға барғанда бесік сататын кісіні, бесік жасайтын кісіні тауып алып, сол кісімен келісіп, клиент тауып беретін туралы келісіп, олардың бесіктерін фотоға түсірдім де, бесіктің қандай пайдалы дүниелер бар, соны интернеттен таптым да, көшірдім де, жарнама ВКонтакте желісінде жасадым. Сөйтіп 50 мың теңге, 60 мың теңге, сондай 100 мың теңге, 150 мың теңгеге дейін табыс көзін тапқан болатынмын. Егер негізінде нақтылап бизнесіңізге өзіңіздің табысыңыздан түскен ақшаны қайтадан өзіне құятын болсаңыз, 200 мыңнан 500 мың теңгеге дейін, миллион теңгеге дейін даже ақша табуға болады. Оны нақтылап кәсіпкерлермен серіктес болып жасасаңыз дұрыс болады. Сондай. Ал егер сіз ақшасыз бастаған бизнес болғандықтан, ол ешқандай банкрот болса да, сатылмай қалса да, ол банкрот болып саналмайды. Осындай. Егер көп ақша құюдан қорықсаңыз, бұл тәсіл сізге жарайды. Ал егер крупный бизнес ашып, миллион жарымнан тапқыңыз келсе, менімен серіктес болғыңыз келсе, онда төмендегі описаниясында жазылған нөмірге хабарласыңыз. Менің атым Ильяс Амирзинов. Немесе инстаграмда хабарласыңыздар. Жақсы, бұл видео сіздерге пайдалы болды деп түсінем, ойлаймын. Сол себептен лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Сонда менің YouTube каналым дамиды, яғни
осындай сіз сияқты іздеп жүрген балаларға, отбасыларға бұл видео тіпті керек болуы мүмкін. Өйткені біреулер ақша таба алмай жатқан болуы мүмкін, біреулер жұмысқа тұра алмай жатқан болуы мүмкін. Мүмкін менің видеом арқылы идея туып, өзінің отбасын асырай алатындай жағдайға келуі мүмкін. Бәрі сіздің қолыңызда. Сау сәлематта болыңыздар. Сау болыңыздар.